Сәлем достар, біз Алтын базарға келдік. Шымкент қаласы Самал базарында орналасқан Алтын базар. 26 қазан күні менің қызым, тоңғышым, жалғызым 18 жасқа толды. Соған туған күніне нағашы әжесі мен атасы бір алтын сырға алып бергілері келіп тұр. Соны таңдап жүрміз. Қызымның таңдауы осындай қара Ван Клиф, сырғасы висячий. Соны іздеп жүрміз. Алтынның бағалары өте қымбат болып тұр. Российский золотаны 58 мың теңгеден, турецкий золотаны 55 мың теңгеден есептеп жатыр. Итальянское золото деп қояды, бірақ производство Турция. Кольцоны несі қанша размері? Dolar жері қанша енді? 54-5'ten берем. 680 мың. А мынау үшін ма? Анне көрсетші. Нана. Зеленыйдың қасындағы. Осына айттыңыз шуласы. Бұл тастары не? Цирконий. Цирконий деп шыға. Мына бірақ таққанда зор тұрады. Күнге көріп атыстар. Саған ба? Кольцосын размері келеді, размері кішкентай емес. Ана жерде 12 грамм екен. Жемчугтерді қара. Ұқтаватқан шығар. Ана мініп алды ма ақыры қолға. Жемчугті қара. Или скрепки. Похоже. Иә. Жоқ деп қоя ма еще? Соны айтам ғой? Шұғыла жүріңдер. Алмады ма Мика? Чудо көтермеді. Маленький, да. Шұғыла? Мынандай. Осындай черный немен әдемі көрінеді ма? Мынау нелер? Или все-таки мынандай сияқты круглылар ма? А? Круглый такой. Что, глаза разбегаются, да? Шо? Алло. Дома. Ой, ведь жұмыста. Алды я. Мен алдым. Жоқ, менде. Сөйтіп қарап да, бір нәрсе ұнап қалады саған. Салауат. Алтын базарда да өте абай болу керек. Сатушылар көп алдайды.
турецкий золото дейді да, сата береді осы біздің Шымкенттен шығып жатқан алтындарды. Осы жерде біз қазір бір комплект қызыма ұнайды, соны алып тақып көреді. Мен қолыма ұстасам, жұп-жұқа қаңылтыр сияқты. Бұл производствосы не десем, Қазақстан деп қояды. Ол значит біздің местный чимкентский золото да, соны бізге 55 мың теңгеден есептемекші ғой. Апаңыз шақырып көрсетті. Қазақстан дейді, мама, производствосы. Ау. 85. Қазір. Маған қараш. Көрек тауды. Саған шы, ана айнаға қарашы ғой. Осыны айт, мына қарағанда. Ана үсті қара, асты Нормально, что-то какие-то. Қызыма ұнаған сырға осы болды. Двойной Ван Клиф, молодежный, қара цветі де бар екен үстіңгі жағында. 8-де 15 грамм. Бізге скидкаменен 53 мың теңгеге есептеп берді. 432 мың теңге болды сырғасы. Ал кольцосының граммажы көптеу болған соң 270 мың теңге болатын болды да, кольцосын біз алған жоқпыз. Сонда осы Ван Клиф комплект скидкамен есептегеннің өзінде 702 мың теңгеге шығып тұр екен. Шымкент қаласы Самал базардағы алтынның бағалары осындай болып тұр екен. Комментке жаза кетіңіздер. Кім қанша теңгеден алтындарды қазір сатып алып жатыр, комплекттер қанша мың болып жатқанын. Осымен бүгінгі менің видеом бітті. Лайк басып, коммент қалдырып, менің каналымды қолдап кетіңіздер. Келесі менің видеоларымда кездескенше сау болып тұрыңыздар.